Бүгін мен айтатын оқиға көп жылдан бері айтылып жүрген, бірақ ешқашан дәлелденбеген. Алайда, оны естігендер әрдайым айтатын бір нәрсе бар. Шайтанның тойына тап болған адам одан тірі қайтып оралмайды. Мұны бір ауылдың адамы өз өмірінде басынан өткерген. Содан бері бұл оқиға аңызға айналған деседі. Кешкісін қазанның суық түндерінің бірінде ауыл шетінде тұратын жалғыз балықшы Иван өзеннің жағасында ұзақ жүріп балық аулап қайтуға бел байлайды. Ол әдетте кешқұрым балық аулайтын. Бірақ сол күні күн ерекше бұлтты болып, аспан әлдебір тылсым нәрсені күткендей тым-тырыс күйде еді. Жел соқпай, айнала қаңырап, табиғат тылсым тыныштыққа оранған. Ауылдың қарттары мұндай түндерді қарғыс түндері деп атайтын. Өйткені мұндай түндерде шайтан өз тойын өткізеді деген аңыздар бар болатын. Балықшы бұл аңызға көп көңіл бөлмейтін. Ол жұмыстан оралғанда ішімдік ішіп біраз жеңілдемек болған. Ол өзімен бірге пышағын және шамын алып жағалауға келді. Қараңғы түсіп, ай бұлттардың артына жасырынды. Бір кезде орман жақтан әлсіз дыбыстар естіліп, жел тербелгендей болды. Бірақ балықшы оған назар аудармады. Түн ортасы болды. Балықшы көп балық ұстай алмай, қайтатын сәтті ойлай бастады. Кенет орманның ішінен алыстан әлсіз музыка естіле бастады. Ол мұндайды күтпегендіктен тұра бойы дір етті. Бірақ қызығушылық жеңіп, Иван сол дыбыстың қайдан шығып жатқанын анықтамақ болады. Музыка барған сайын жақындай түсіп, қуатты және әдемі әуенге айналды. Балықшы орманның тереңіне қарай жүре бастады. Алғашқы бірнеше қадамдардан кейін айналасында өзгерістер болып жатқанын байқады. Орман ағаштары сыбырлай бастады, бұталар қозғала бастады, ал жел тіпті күшейе түсті. Музыка бұрынғыдан да қаттырақ естілді. Енді оған адамдардың күлкісі мен айқайлары қосылды. Бұл тойдың шуы еді. Балықшының жүрегі дүрсілдеп, ол әлдебір тылсым күш оны шақырып жатқандай сезінді. Орманның ішінде келе жатып, ол үлкен алаңға тап болды. Алаң ортасында алқызыл жалынмен жанып тұрған үлкен от жағылыпты. Оның айналасында қара киім киген адамға ұқсамайтын фигуралар билеп жүрді. Олардың түрлері анық көрінбеді, бірақ қолдары ұзын, аяқтары сирақсыз және көздері қараңғыда жарқырайтын болды. Бұл шайтанның шақырылмаған қонақтары еді. Балықшы қорқып артқа қайтуды ойлады. Алайда кенеттен оның алдында жасыл киім киген, бойы ұзын, қорқынышты дене пайда болды. Бұл шайтан еді. Оның күлкісі суық желдей жүректі ауыртады. Ол балықшының құшағын жайып, оған тойға шақырғандай ишара жасады. Балықшының еркі жоқ болып, оған қарсылықсыз беттеді. Шайтан оны ортаға алып келіп, қонақтар қатарына қосып жіберді. Билер жалғасты, музыка күшейе түсті, ал уақыт өз мәнін жоғалтқандай көрінді. Алаңның шетінде шайтанның өзіне арнап әкелінген ерекше дастархан жайылып тұрды. Бұл дастарханда адам жейтін еттерден бастап шіріген жемістерге дейін бар еді. Шайтан өзінің қонақтарына осы тағамдарды ұсынды. Тойдың қонақтары жыртқыш аңдар секілді тағамға бас салып, оларды сорақы жылдамдықпен жеді. Олардың аузынан қанды сілекейлер ағып, жерген жырты күлкілері аспанды жаңғырта бастады. Балықшы бұл көрініске қарап бойын үрей биледі. Бірақ қорқынышы оны тоқтата алмады. Оның өзі де белгісіз күштің ықпалына қалғандай айналадағы жындармен бірге билей берді. Біраз уақыттан кейін балықшы өзіне қайта келіп, болып жатқан оқиғаның қорқынышты екенін сезді. Ол қашуды ойлай бастады. Бірақ айналасындағы тіршілік оған мүмкіндік бермейтіндей көрінді. Шайтан оның жанына келіп, сыбырлап сөйлей бастады. Оның дауысы мейірімсіз, суық және адамды еркіне көндіретіндей еді. Бұл той сен үшін мәңгілікке жалғасады, деді шайтан. Менің қонағым болып, мәңгілік билейтін боласың. Балықшының жан даусы шығып қашпақ болды. Бірақ ол шайтанның шеңберінде тұрғанын түсінді. Жанындағылар оны ұстап, қайтқан әр қадамын кері тартып отырды. Аспан кенеттен жарқырап, найзағай ойнай бастады. Шайтанның күлкісі бұдан әрі жынданның күлкісіне айналып, түні қараңғыдан жарып өтті. Балықшы бар күшін жинап, жындардың қолынан босап, орманның ішіне қарай қашты. Алайда жындардың айғайы мен шайтанның ашу ызасы оны тоқтатпақ болды.
Ол не болса да орманның тереңінен жол табуға тырысып жан ұшыра жүгірді. Оның артынан ілескен жындардың табандары жерге тимей, қара көлеңкелердей жылдам қозғалды. Таң алдында ол шаршап, аяқтары дірілдеп әлсірей бастағанда, ол орманның шетінде жетіп, өзеннің жағасына шықты. Ауыл көрініп тұрды, бірақ оның артында шайтанның күлкісі әлі де жаңғырып, ауада іліп тұрғандай сезілді. Балықшы бар күшімен өзеннен өтіп, ауылға қайтып оралды. Ол аман қалды, бірақ ол бұрынғыдай емес еді. Оның шаштары ағарып, беті нәжім басып, көзі терең ойға толы болды. Ауыл тұрғындары оны көргенде танымай қалды. Ол басынан кешкен оқиғаны ешкімге тіс жарып айтпады, тек бір нәрсені ғана ескертіп отырды. Қазанның суық түндерінде орманға бармаңдар, шайтанның тойына тап болмаңдар. Бұл оқиға содан бері ұмытылмады, бірақ сол түні естігендердің бәрі де шайтанның тойынан қорқады. Ал балықшы сол оқиғадан кейін көп ұзамай қайтыс болды. Ауылға шайтанның тойы жайлы аңыз осы оқиғадан кейін біржола қорқынышты әңгімеге айналды.